Килиан Мбаппе туралы 10 дерек. Килиан Мбаппе Лоттин 1998 жылы 20 желтоқсанда дүниеге келген. Париждің 19 округінде. Француз футболшысы, Пари Сен-Жермен және Франция ұлттық құрамасының шабуылдаушысы. Әлемдегі ең үздік жас ойыншылардың бірі ретінде танылды. Футболды Францияның төменгі лигаларында ойнап, жартылай кәсіпқой Бонди клубында бастады. Оны Монаконың скауттері байқады. Ол 2015 жылы қосылды және сол жылы 16 жасында Монегассктердің құрамында дебют жасады. Клуб тарихындағы ең жас дебютант және бомбардир. 2016-17 маусымында ол өзін негізгі құрамда бекітіп, үнемі гол соға бастады. Бұл Монакоға 17 жылда алғаш рет Франция чемпионатын жеңіп алуға мүмкіндік берді. 2017 жылдың жазында ол Пари Сен-Жерменге бір маусымда 180 миллион евроға міндетті сатып алу арқылы жалға берілді. Бұл Мбаппені әлемдегі ең қымбат жасөспірім және екінші ең қымбат ойыншыға айналдырды. Париж клубындағы дебюттік маусымында ол барлық 3 ішкі жарыста, чемпионатта, кубокта және лига кубогында жеңіске жетті. 2018 жылы CIES Football Observatory аналитикалық компаниясының мәліметі бойынша ол әлемдегі ең қымбат ойыншы болып танылды. Оның трансферлік құны 216,5 миллион евроға бағаланды. Ол 2017 жылы Франция құрамасының сапында дебют жасады. 2018 жылғы әлем чемпионатында жеңіске жеткен. Ол турнирде гол соққан ең жас француз ойыншысы және Пеледен кейінгі әлем чемпионатының финалында гол соққан алғашқы жасөспірім атанды. Турнир қорытындысында ол ең үздік жас ойыншы болып танылды. Арсеналдың бұрынғы бас бапкері Арсен Венгер Мбаппені Тьерри Анриге ұқсайтын үлкен футбол таланты деп атады. Спорттық киімдер мен жабдықтарды жеткізуші Nike компаниясымен жарнамалық келісімі бар. 2017 жылы Nike оған арнап арнайы Nike Hypervenom 3 етігін шығарды. 2018 жылы ол бразилиялық шабуылшы Роналду қолданған R9 Mercurial етіктерінен шабыттанған Nike Mercurial Superfly 6-ны ұсынды. 2018 жылдың 22 ақпанында ол бұрынғы футболшыларға қосылды. Либерия президенті Джорджа Вея мен Дидье Дрогба, Франция президенті Эммануэль Макронмен және FIFA президенті Джанни Инфантиномен Елисей сарайында кездесу барысында Африкадағы спортты дамытуға бағытталған отырыста болды. Мбаппе африкалық спорттың дамуы ата-анасының Африкаға шыққанына байланысты ол үшін маңызды екенін айтты. Бойы 1,78 метр.